Кардифф университетіндегі суық тию сырқатын зерттеу орталығының докторы Рон Эклес 25 жыл бойы аяққа суық тию неліктен тұмауға шалдығу қаупін ұлғайтатынын анықтады. Баршаңызға сәлем, 1001 кеңес арнасында аяқтан суық өтсе не болатыны туралы пайдалы кеңеспен бөлісетін боламын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Сіздің қолдауыңыз мен үшін өте маңызды. Көптеген адамдарда суық тию сырқатының тууына септесетін бактериялар бар. Алайда аяқ температурасы төмендегенде тұмау түріндегі оның белгілері пайда болады. Аяққа суық тигенде мұрындағы тамырлар тарылып, қанның келуі азаяды. Осылайша жылудың тез жойылуының алдын алады. Алайда қанда инфекциямен күресетін иммундық жасушалар болады. Аяққа суық тигенде мұрын мен тамақтың шырышының қауіпсіздігі азаяды. Сондықтан аяқты жылы ұстаған жөн. Сонымен қатар мұрынды да ұмытпаған абзал. Аяқтан суық өтуден болатын аурудың бірі цистит. Цистит қуықтың өте жиі кездесетін қабынуы. Циститпен балалар да, ер адамдар да, әсіресе әйел адамдар жиі ауырады. Бұл ауруды уақытылы емдемеген жағдайда бедеуліктің бастауы болуы әбден мүмкін. Қазіргі кезде бұл аурумен қыз-келіншектер көптеп ауырады. Сән қуамын деп суық күнде қысқа киіп, джентльмен боламын деп қыстың ортасында туфли киетіндер үшін бұл ауру таңсық емес. Сондықтан барлық уақытта денені жылы ұстап, суықтап қалмауға тырысу керек. Жалпақ тілмен айтқанда, бұл ауру созылмалы түріне өтіп кетсе, өмір бойы басыңа сор болып жабысатыны айдан анық екен. Емделу жолына тоқталатын болсақ, петрушка дәнін 100 грамм, горохтан 100 грамм алып, екеуін қосып ұнтақтап, 1 килограмм балға қосып араластырады. Осыны күніне 1 шай қасықтан 4 рет қашан сауығып кеткенше жеп жүреді. Сондай-ақ ұйықтар алдында петрушканы қайнатып, қан жылым суына 10 күн булану керек. Аяғыңыздан өткен сыз бүкіл денеңізді шымырлатпасын десеңіз, халықтық емдеу тәсілдеріне назар аударыңыз. Үйге келе салысымен 1 дана картопты қабығымен қайнатыңыз. Сосын қақ ортасынан 2-ге бөліп, 2 табаныңызға таңып қойыңыз. Сыртынан жылы көрпе орап, картоп салқындағанша жата тұрыңыз. Шамамен 30 минуттан соң компрессті алып, жылы шұлық киіп алыңыз. Аяқ күймейтіндей температурадағы ыстық суды легенге құйыңыз. Оған 2 шай қасық қыша араластырып, аяғыңызды суға салыңыз. Шамамен 20-30 минуттан соң аяғыңызды судан алып, құрғатып сүртесіз. Соңынан жылы шұлық киіп алуды ұмытпаңыз. 6% алма сірке суымен аяғыңызға массаж жасаңыз. Табаныңызды, саусақтарыңыздың айналасын жақсылап сүрту қажет. Емді 15 минуттай жүргізген жөн. Аяқтан өткен суықты емдеуге арақтың да көмегі зор. Ол үшін алақаныңызға арақты құйып алып, аяғыңызды, балтырыңызды баяу қимылмен уқалайсыз. 200 грамм араққа 2 шай қасық қызыл бұрыштар араластырыңыз. Араласпаны 10 күндей күн тимейтін қараңғы жерге қойыңыз. Белгіленген уақыттан соң дайын болған тұнбамен аяғыңызды сүртесіз. Емді ұйқыға жатар алдында жасаған жөн. Сондай-ақ балаларға арналған крем немесе вазелинге ұнтақ қызыл бұрышты, гүлшетен, яғни розмарин мен камфор майын араластырыңыз. Дайын болған қыздыратын кремді табаныңызға 1 келкі етіп жағып, мақта матадан тігілген жұқа шұлық киіңіз. Крем табаныңызға толық сіңген кезде сыртынан қалың шұлық кию керек. Ескерту: қызыл бұрышты шамалап қоспасаңыз, аллергиялық реакция беруі әбден мүмкін. 1 литр ыстық суға 15 тамшы гүлшетен, розмарин, қалампыр, гвоздика, даршын, корица майы мен 2 ас қасық сүт араластырыңыз. Дайын болған қоспаны табаныңызға ысқылап жағыңыз. Шамамен 20 минуттан соң
масканы дымқыл сулықпен сүртіп, аяғыңызды құрғатыңыз. Артынан жылы шұлық киіп алуды ұмытпаңыз. Қымбатты оқырман, бүгінгі пайдалы ақпаратым кәдеңізге жарасын. Ауырып ем іздегенше, ауырмайтын жол іздеңіз.